азан айтылғаннан кейін шариғатта мешіттен шығуға рұқсат жоқ. Имам Суюти рахматулла айтады, Аллаху алям дейді, бір Алла біледі, бірақ ол адам азан айтылғаннан кейін мешіттен шығып кететін болса, осы азанды естіген кезде мешіттен қашқан шайтанға ұқсап қалады деді. قال أصحابنا يكره الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر حتى يصلي. Және біздің имамдарымыз айтқан дейді, намаз оқымай азаннан кейін мешіттен шығып кету макрух деген. Абу Хурайра радиаллаху анху бір күні бір адамды көреді, солай істеген. Соны көрген кезде мынау адам Абул Қасимге қарсы келді дейді. Абул Қасим деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Күниясы Абул Қасим еді, Қасымның әкесі. Демек, азан айтылғаннан кейін мешіттен тек қана жамағат намазын оқып шығамыз. Егер дәрет қыстап қалып, тағы да басқа бір жағдай болып жатса, онда дәретті жаңалап қайтуға болады. Ақпарат ұнаса арнамызға жазыл.